Қазақтың елордасы Экспо 2017 көрмесін дайындауға үміткер. Осыған орай Париждегі халықаралық көрмелер бюросының штаб пәтерінде Астананың таныстырылымы өтті. Бас қаланың әкімі Иманғали Тасмағамбетов халықаралық көрмелер бюросының президенті мен бас хатшысына Қазақстанның жас елордасын таныстырып, көркем қаланың келісті, кескін келбетін паш етті. Бұған дейін де халықаралық ірі шараларымен шартарапқа танылған Астана 5 жылдан кейін өтер көрмені қабылдауға дайын деді әкім. Экспо 2017 көрмесін қабылдау үшін Бельгия мен Қазақстан көптен бері бәсекелес. Қос тарапта халықаралық шараны қабылдауға құштар. Қойнауы қазба байлыққа толы Қазақстан әлемді энергияның балама көздеріне көшуге шақырады. Энергетика саласының озық ойлы мамандарын елордаға жинап, бір шаңырақ астына біріктірмек. Астанаға көрме өткізу мүмкіндігі берілсе, ұйымның керегесін кеңейтпек. Бас ассамблея қатысушыларына үндеу жолдаған елбасы осыған екпін түсірді. Өмір, әлем, ақыл мен ғарыш. Аталған көрме Астанада қанат жайса, осы 4 тақырып оның өзегіне айналмақ. Жаста болса бас қала бұған дайындықты бүгіннен бастап кетті. Қонақжай халқы, әдепті салты бар Астана бұл шараның жүрек жарды достық сезіммен, риясыз көңілмен, шарболтай сеніммен өту үшін ештеңе аямайды. Біз сіздерді қазақ жерінде, асқақ Астанада ең қадірліді, сыйлы қонақ ретінде күтуге қашанда даярмыз, һәм қуаныштымыз. Елорда ауысқалы қалада өндіріс көлемі 11 есеге өсті. Әлемдегі күрделі жағдайға қарамастан тартылған инвестиция көлемі 30 есеге, ал жалпы ішкі өнім 90 есеге ұлғайды. Астана болғалы 10 миллион шаршы метр тұрғын үй тұрғызылды. Соның 4 миллионы соңғы 5 жылда бой көтерген. Сондықтан 5 жылдан кейін өтуі тиіс көрмені өз деңгейінде қабылдауда еш қиындық тумайды. Экспо 2017 Астанада өтер болса, 100 гектар аумаққа 97 павильон салынады деді қала әкімі Иманғали Тасмағамбетов. Тараптардың таныстырылымын мұқият тыңдаған халықаралық көрмелер бюросының бас хатшысы Қазақстан ұсынған тақырыптың өзектілігін атап өтті. Астананың көрмені қабылдауға мүмкіндігі мол. Ел президенті де аталған шараға баса көңіл бөліп отыр. Бұл Қазақстанның ұлттық жобасы, сондықтан да маңызды деп ойлаймын. Бельгияда өз жобасын барынша жарнамалап, артықшылықтарын айтып тырысты. Бірақ ақтық шешім қараша айында ұйымға мүше 160 мемлекет өкілдерінің жасырын дауыс беруі арқылы анықталады. Гүлжазира Ғалиқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.